мынау біздің Қостанай облысы Рудный қаласындағы жаңадан салып жатқан мектебіміз. Ішінде құрылыс жұмыстары кетіп жатыр. Сыртында төлем құжатына қарасақ, осы жылдың желтоқсан айында бітіріп тапсырып беру керек құрылысшылар. Ішінде құрылыс жұмыстары кетіп жатыр. Қазір кіріп көреміз. Өздеріңіз көріп отқандай, ішінде 5-6 техника жүр. Жұмысшылардың да саны аз. Фундаментін әлі көтермеген. Осыны әкімнен талап етуіміз керек біздер, осы жылы бітіріп беруін. Және де әкімнен осы мектептің жанынан жаңадан бір қазақша балабақша салып беруін талап етуіміз керек. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қарқынмен бұл жыл бітпейді.